Сал мұхит. Қазақ даласының бұлбұлы, туғанына 185 жыл. Қазақ даласында әнімен елді жылатқан, даусымен жұртты таңғалдырған бір ерекше сал өткен. Ол әйгілі Мұхит Мерәліұлы еді. Шын аты Мұхамбет Керей. Мұхит Мерәліұлы 1841 жылы қазіргі Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Саралжын елді мекені Ақбақай көлінің жағасында дүниеге келді. Ол хан тұқымынан тараған текті әулеттің баласы еді. Бірақ Мұхит билікті емес, өнерді таңдады. Жастайынан оның даусы елден ерекше болды. Мұхиттың әнін естіген жұрт таңданысын жасыра алмады. Оның үні кең далаға еркін тарайтын. Уақыт өте келе халық оны Сал Мұхит деп атай бастады. Ол ел аралап, жәрмеңкелерде ән шырқап, қазақ даласының мақтанышына айналды. Мұхиттың әндері қазақ даласының жан дүниесін жеткізді. Айнам көз, паң көйлек, кербез, нәзіктік пен сұлулықтың үні еді. Ал Зәуреш әні қазақ тарихындағы ең мұңды әндердің бірі. Бұл әнде айрылысу, сағыныш, адам жүрегінің терең қайғысы бар еді. Мұхиттың үні халықтың жүрегіне жетті. Оның әндері қуанышта да, қайғыда да елмен бірге өмір сүрді. Бүгінде Мұхит Мерәліұлының әндері қазақ музыкасының асыл мұрасына айналды. Ғасырлар өтсе де оның үні қазақ даласында әлі естіліп тұрғандай. Кім білер, кімдер болар, мейірім қанар, рухым сөнген менің қайта жанар, еңіреп Мұхит бабам өліп-дау деп, кейінгі ұрпақтарым есін алар. Өнер өлмейді, халықтың жүрегінде қалған ән мәңгілік.